Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде Energy Time, студияда әдемі Сайлаубай. Жаздың жаймақ шуақ күндерімен тамыз айында шығарып салдық. Бүгінгі шығарылымда біз өткен айдың маңызды жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Тамыз айында Ақтөбе өңірлік электр желілік компаниясы энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күзгі қысқы кезеңге дайындық барысында бірқатар жоспарлы шараларды жүзеге асыруда. Компания электр желілерінің сенімділігі мен тұтынушыларды үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз ету мақсатында техникалық дайындықты күшейтті. Қазіргі таңда ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп, әуе желілері мен қосалқы станцияларда техникалық тексерулер мен жөндеу шаралары атқарылуда. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов ТО «Энергосистема» проведен ремонт на воздушных линиях электропередач напряжением 0,4 110 киловольт протяженностью 255 километров, на трансформаторных подстанциях 10,04 в количестве 56 единиц, на подстанциях напряжением 35 киловольт и выше в количестве 15 единиц. Проведен ремонт зданий и сооружений в количестве 15 единиц, в том числе 5 единиц это была произведена замена кровель трансформаторных подстанций. При ремонте на воздушных линиях электропередач была произведена замена опор в количестве 1548 единиц, произведена замена провода 195 километров и замена изоляторов в количестве 10 тысяч единиц. Өңірлік электр желілік компаниясының жөндеу науқаны аясында ескі бағаналарды жаңасына ауыстыру жұмыстары қала ішінде қарқынды жүріп жатыр. Бағананы ауыстыру бірден басталмайды. Бұл жүйелі тексеріс пен нақты жоспарлауға негізделген күрделі процесс. Алдымен барлық бағаналар жыл бойына жоспарлы түрде тексерістен өтеді. Мекеме мамандары олардың техникалық жағдайына баға беріп, содан кейін ақауы анықталған бағаналар бойынша арнайы жұмыс жоспары жасалады. Кейін жоспарға сай тозығы жеткен немесе жарылу қаупі бар бағаналар жаңасымен алмастырылады. Бұл көзге көрінбейтін, бірақ жары өмірге жол ашатын еңбектің бір бөлігі ғана. Мұндай жұмыстар басқа да аудандар мен көшелерде кезең-кезеңмен жалғасатын болады. Мақсат тұтынушыларға үздіксіз әрі қауіпсіз электр энергиясын жеткізу. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Рүстем Орынбасарлы Арыстанов компания орынбасарлары және құрылымдық бөлім басшыларымен бірге электрмен жабдықтау нысандарын аралап, олардың техникалық жай-күйін бақылады. Сапар барысында ағымдағы жөндеу науқаны мен инвестициялық бағдарлама аясында атқарылып жатқан жобалардың мерзімі, сапасы және қауіпсіздік талаптарының сақталуы ерекше назарға алынды. Жауапты мамандарға нақты тапсырмалар беріліп, материалдық техникалық қамту, персоналдың біліктілігін арттыру, цифрлық шешімдерді енгізу бағытында жоспарлар нақтыланды. Мұғалжар электр желілері учаскесінің мамандары онлайн байланысқа шығып, жаңадан іске қосылған таратушы қосалқы станцияны таныстырды. Мекеме мамандары компания қызметкерлерінің мектеп табалдырығын алғаш аттағалы тұрған кішкентай бүлдіршіндеріне қызықты кездесу ұйымдастырып, ал кәсіподақ ұйымы оқу құралдары мен рюкзактарды ыстық ықыласқа толы сәлемхатпен бірге табыстады. Бұл игі дәстүр екінші жыл қатарынан жалғасып келеді. Кездесу барысында балаларға қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері түсіндіріліп, олар көшеде электр қосалқы станциялары мен кабельдердің маңында өзін қалай ұстау керектігін, сондай-ақ үйде қандай сақтық шараларын сақтау қажет екенін үйренді. Кішкентай қатысушылар сұрақ-жауап викторинасында өз білімдерін сынап, белсенділік танытты. Болашақ білімпаздарымызға жарқын жол, қызыққа толы оқу жылы мен биік жетістіктер тілейміз. Апат дайындықты талап ететін күтпеген жағдай. Осы мақсатта өткізілген апатқа қарсы жаттығу жұмысы жедел шығу бригадасы электромонтерінің кәсіби біліктілігін арттырудың маңызды бөлігі. Хорошо, начало проведен тренировку, время 14:26, по сообщениям ЦДС на подстанции 11 сектор 6. Бұл жаңа қызметіне бейімделудің және шұғыл жағдайларда жүйелі әрекет ету қабілетін қалыптастырудың соңғы дайындық кезеңдерінің бірі. Жаттығу тек жетістікті көрсету ғана емес, қателіктерді анықтап, оларды түзету алаңы. Алда өртке қарсы қосымша жаттығу жұмыстары күтіп тұр. Мұның бәрі ең бастысы тұтынушыларды қауіпсіз әрі үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз ету жолындағы жауапты еңбектің кепілі.
Компанияның спорттық рухын нығайту және салауатты өмір салтын қолдау мақсатында жыл сайын өтетін дәстүрлі спартакиада ойындарына дайындық қызу жалғасуда. Осы жылғы спорттық додаларға біздің мекеме дайын. Спортсмендерімізге көрсетіліп отқан көмек кәсіподақ ұйымына үлкен алғысымыз шексіз. Спортсмендер артынан айтатын болсақ, алдағы жеңіс күндер көп болсын, жетістіктеріміз көбейе берсін. Ақтөбе қаласының энергия мекемелері арасындағы спорттық додада мекеме командасы әрдайым жоғары нәтижелер көрсетіп келеді. Биылда футбол бағытында бақ сынайтын энергетик әріптестерімізге қолдау ретінде кәсіподақ ұйымының бастамасымен жаңа спорттық киім және ойын формасы табысталды. Бұл тек киім емес, команда мүшелеріне көрсетілген сенім мен қолдаудың жарқын белгісі. Жаңа формамен жасақталған футболшыларымыз биылғы маусымда да жоғары жетістіктерге қол жеткізеді деген сенімдеміз. 10 тамыз құрылысшылар күні. Бұл күн қалалар мен ауылдардың келбетін өзгертіп, жаңа ғимараттар мен инфрақұрылымды тұрғызатын, халықтың игілігі үшін аянбай тер төгетін мамандардың кәсіби мерекесі. Осыған орай біз ерекше материал әзірледік. Энергосистема нысандарындағы құрылыс процесінің қалай жүретінін, бір жоба идеядан іске асқанға дейін қандай кезеңдерден өтетінін көрсеттік. Барша құрылыс саласы қызметкерлері еңбектерінің жемісті, жобаларының сәтті болуын тілейміз. Мекемедегі соңғы жаңалықтар легі осындай. Энергосистема мекемесі үйде және тұрмыста электр қауіпсіздігін сақтаудың маңыздылығын естеріңізге салады. Электр қауіпсіздігі жөнінде толық ақпарат Энергосистема 04 ресми Instagram парақшамызда жарияланған. Бұдан бөлек бізді басқа да әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Үйден шығарда жарықты сөндіріп, электр тоғына жатуды ұмытпаңыздар.